Бізді қоршаған тірі организмдер тек микроскоппен ғана көруге болатын ұсақ бөлшектерден тұрады. Алғаш рет бұл бөлшектерді 1665 жылы Роберт Гук өзі жасап шығарған микроскоп арқылы көрген. Гук ағаш қабығының қимасын микроскоппен қарағанда барлық бөліктердің жекеленген ұяшықтардан тұратындығын байқап, оларға жасуша деген ат берген. Жасуша тіршіліктің құрылымдық қызметтік бірлігі, яғни барлық тірі организм жасушадан тұрады. Жасушаның сыртын қаптап, оны өзге де жасушалардан бөліп тұратын бөлікті мембрана, ал жасушаның ішін сұйықтыққа толтырып тұратын бөлікті цитоплазма деп атаймыз. Жасушаның ең маңызды орталығы жасуша ядросы деп аталады. Жасуша ядросында бүкіл организмнің дамуына қажетті тұқым қуалайтын ақпараттар орналасқан. Онымен қоса ядро жасушаны басқаруда үлкен рөл атқарады. Ал организмдер осы ядроның болу-болмауына байланысты екі үлкен топқа бөлінеді: прокариотты ағзалар мен эукариотты ағзалар. Эукариоттардың құрамында ядросы бар ағзалар. Эукариотты ағзаларға өсімдік, жануар, саңырауқұлақ жасушаларын жатқызуға болады. Прокариоттар жасуша ядросы жоқ немесе жетілмеген ядролық құрылымнан тұрады, және олардың құрамында мүлде мембраналық органеллалар болмайтын жасушалық организмдер. Осындай прокариоттардың тобына бактерия мен вирустарды жатқызамыз. Прокариотты ағзаларда ядро болмағандықтан ДНК молекуласы тікелей цитоплазмада еркін қозғалып жүре береді. Жалпы прокариотты ағзалардың қозғалу мүшесінің қызметін бір немесе бірнеше талшықтар атқаруы мүмкін. Прокариот жасушаларында міндетті түрде ұсақ рибосомалар және ерекше мембраналық қатпарлар болады. Онда хлорофиль және энергия алуға қатысатын басқа да маңызды процестер жүруі мүмкін. Көптеген прокариотты және эукариотты ағзаларда жасуша мембранасы мен жасуша қабығы қорғаныштық қызмет атқарады. Барлық жасушалар сыртқы мембранамен жабылған, бірақ кейбір өсімдіктер мен саңырауқұлақтарда мембрана сыртында жасуша қабырғасы болады. Жасуша қабырғасы жасушаға қосымша беріктік қасиет береді. Мысалы, саңырауқұлақ жасушаларының сыртқы қабырғасы хитинмен, өсімдіктерде целлюлозадан, ал бактерияның сыртқы қабырғасы муриннен тұрады. Бұл заттар жасушаға қосымша беріктік қасиетін береді. Өсімдік жасушасы мен жануар жасушасының арасында қандай құрылымдық айырмашылықтар бар? Бірінші айырмашылық жасуша қабықшасында. Жануардың жасуша қабықшасына қарағанда өсімдіктің жасуша қабықшасы қалыңдау болады. Екінші айырмашылық жасушалық бүкіл вакуольдерде. Нағыз вакуольдер тек өсімдіктер мен саңырауқұлақтарда ғана болады. Бұл жасуша шырынына толы мембраналы көпіршік. Өсімдік жасушасында вакуоль бір мезгілде қойма және қоқыс қызметін атқаруы мүмкін. Вакуольде қоректік заттардың ерітінділері болады. Ал жануар жасушасында вакуоль тек қана бір жасушалы организмдерде кездеседі. Үшінші айырмашылық жасуша тұтынатын энергия көзіне байланысты. Ал энергияның негізгі көзі көмірсу болғандықтан, өсімдік жасушасында жиналатын көмірсу крахмал деп аталса, жануар жасушасында жиналатын көмірсу гликоген деп аталады. Өсімдіктер мен жануар жасушаларының арасындағы төртінші айырмашылық пластидтерге байланысты. Өсімдік жасушасының цитоплазмасында пластидтер болады. Пластидтер құрамындағы пигменттерге байланысты үш түрлі топқа бөлінеді: хлоропласт, хромопласт, лейкопласт. Хлоропласттарда жасыл пигмент хлорофиль болады. Ол көмір қышқыл газын оттегіге айналдыратын процесс фотосинтезді жүзеге асырады. Фотосинтез үдерісі хлоропласттардың ішкі мембранасында, яғни граналарда жүреді. Лейкопласттар ақ немесе түссіз пластидтер. Олар крахмалда, қоректік заттардың қорында жиналады. Хромопласттар қызыл, сары немесе қызғылт сары пигменттерден тұрады. Олар жасушада қоректік немесе зиянды заттарды өзіне жинаумен айналысады. Гүлдердің түрлі түсті болуы хромопласттарға байланысты. Пластидтер бір-біріне айналуы мүмкін. Ал жануар жасушасында пластидтер болмайды, себебі жасушалар дайын органикалық заттармен қоректенеді.